жаман жақсы деп айта алмаймын. Жалпы өзіңіз саясатқа келгіңіз Әрине, егер болғым келмесе, келгім келмесе, халқым үшін аянбай жұмыс атқаруға, істеуге дайын болмасам, онда қадам баспар едім. Неге саясатқа бет бұрдыңыз? Әншіліктен шаршадыңыз ба? Шаршадым деп айта алмаймын, дегенменен енді өзімнің жүрегімнің қалауы. Не үшін керек өнер адамына саясат? Не үшін керек? Енді өнер адам болсын, спортта болсын, кез келген салада болсын, адамның өз қалауы деп ойлаймын. Бір минут, анау танымалдылығыңызды осылай сайлауға түсіріп жатқан жоқ па жалпы? Жоқ, ол менің өзімнің таңдауым. мен сұрайын дегенім, әріптестер кешірім сұраймын. Мынау алдыңғы мәжіліске қатысты құрылтайда әншілер болмасын, блогерлер болмасын, нақты осы саясатта жүрген азаматтар болсын деген пікір айтып жатыр. Оған сіздің көзқарасыңыз қалай? Мен өзімді блогер қатарына қоса алмайды. Әншілер болмасын, әртістер болмасын деп айтып жатыр. Енді менің ойымша, бұл әр адамның өзінің ойы, өзінің пікірі, бірақ дегенменен әр адам өзі шешеді деп ойлаймын. Сіз өзіңізді депутат болуға лайықтымын деп есептейсіз бе? Әрине. Қалай, сіз хотя бы бір заң жобасын оқыдыңыз ба, заңды оқыдыңыз ба? Қандай заңды? Ең соңғы оқыған заңыңыз қандай? Не туралы болды? Ең соңғы заң не туралы болды? Соңғы оқыған заңыңыз. негізі Не отвлекайте, мы интервью берем. Девушка, можно голосование? негізі ар жақта Ең оқыған, соңғы оқыған заңыңыз қандай? Не туралы болды? мен шақырып жатыр еді қазір. Айтыңызшы, не Тезірек туралы? келейін, содан кейін қайтып ораларым жақсы. Білмейсіз ба? Бірде бір заңды оқыған жоқсыз ба? Барлық заңды оқыдым, дегенменен дәл қазір срочно шығып келсем, қазір Қандай заң? Қандай атауын атасаңыз бұл заң?